саид болыпты. Ол өте кедей адам болды. Оның баласы Дижат болды. Ол бір күні олар оның ақ сиыры одан сүтін сатып күн көреді екен. Bir күні оның сиыры сүт бермей қалды. Олар сосын біз қайтеміз енді қалай күн көреміз деп айтады. Сосын біз қалай күн көреміз деп айтады. Сосын мен ертең жұмыс табамын. Сосын сізді асыраймын деп айтады екен. Сосын өздері жұмыс істеп бірақ оны қабылдамай алады. Bir күні анасы айтты, ақ сиырды сатайық дейді. Жарайды, сатайық деп базарға барады. Сосын ол бір ақсақалды көреді. Сен қаяққа барып жатырсың? Мен базарға ақ сиырымды сатуға барып жатырмын дейді. Сен онда маған сиырды бер, анасы осында үйір бұршақ беремін дейді. Ол үйір бұршағын не істеймін мен деп, оны мен ақша беремін дейді. Бірақ оған сенбейді. Сосын сол кезде өзі үйір бұршақты алады. Сосын анасы айтады, сен ақ сиырды саттың ба? Нешеге саттың? 40-ға ма, 10-ға ма, 30-ға ма саттың ба? Жоқ, мен осы үйір бұршаққа айырбастадым дейді. Сен ақымақсың ба, бейшара деп айтады. Сосын оны үйір бұршақты терезеден алады да лақтырып жібереді. Бар, комнатына барып жат деп анасы айтады. Сосын ол тырысқа айналасын бәрі жап-жап. Далаға қараса, кешегі анасы үйір бұршақты лақтырғанды, үйір бұршаққа лақтырғанды сол айнан болып өсіп шығады. Өрмелей бастады. Bir geceli olan bir жаққа болды. O жақта бір кездері бір дәудің қасына ағасы келеді. Ағасы алады, қыз алады, баланы өзінің бағына салып жібереді. Ағасы келеді деп ауаны искелеп тұрды.